Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен жабайы қаз етінен қуырдақ жасайтын боламыз. Міне жабайы қаз етін бір күн алдын тазалап, жуып, тұз және де дәмдеуіштер сеуіп қойғанбыз. Яғни тұзы мен дәмдеуіштері сіңіп тұрсын деп. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Қаз еті өте қатты болады екен, сол үшін ұзақ қуырдым және де кішкене су құйып, біраз уақыт бақтырып тұрып қуырып алдым. Етімізді қуырып алдық. Енді үстіне пиязымызды, сәбізімізді салып, жақсылап торып қуырамыз. Картопымызды салдық және де тұзын салып, паприка салып, тағы да азғана қуырып аламыз. Енді үстіне суымызды құйып, менде осындай болгар бұрышы, яғни мұздатқышта, тоңазытқышта сақталған бұрыш. Енді бұны астын пәсейтіп, біраз уақытқа бақтырдық. Міне біздің картопымыз пісіп, тамағымыз дайын болды. Дәмі сондай ерекше және де өте дәмді. Сіздермен болған Жібек. Келесі рецепттермен бөліскенше сау болыңыздар. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, тіркеле кетіңіздер.